Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен мақ қосылған осындай керемет ауыздарыңызда еритін өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге мак, қант ұнтағы, сұйық май, сары май, жұмыртқа қажет. Алдымен сары майымызды, оның үстінен қант ұнтағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстінен жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және осының үстінен сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйық массамызға магымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды салып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болды. Енді осы қамырымызды пісіретін табамызға пергамент қағазын төсеп, осылай видеода көрсетілгендей домалақ шар тәрізді жасап, үстінен қойып шығамыз. Оны өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі форма жасасаңыздар да болады. Мен осылай домаланған шар тәрізді печеньемнің үсті әдемі форма болу үшін осылай шанышқының көмегімен бір-бірден басып шықтым. Менде осындай әдемі формалар шықты. Енді осыны қызып тұрған 180 градус пеште 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Дәмі деген өте керемет, ауыздарыңызда ериді. Сіздер де видеоны толық соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.